Сәлем достар, сендермен дәп қазір Зимбабве емес, сендермен дәп қазір кезде Левиафан, және сендер білмесеңдер, мен өзім атымды енді Зимбабве емес Левиафан деп өзгерттім. Себебі мен білуім бойынша Зимбабве деген ол халық атаума, қала атаума сондай нәрсе екен. Және менің атым енді Левиафан болады, немесе қысқартып біледі. Және мен басындағы немене қызғылт сары бәле десеңіздер, бұл кішкентай жануардың аты Том. Таныс болыңыздар, мен басындағы Том. Және бүгін өлімде мен сендерге бір күшті модқа обзор немесе көрсеткім келеді сендерге. Бұл модтың атауы мутанттар, мутанттар немесе құбыжықтар. Мен құбыжықтар деп беремін, так что ренжімеңіздер. Вот біздің Майнкрафттағы мобтар сендерге ұнайтын шығар, иә, кәдімгі сиырлар, қойлар және де әртүрлі. Егер Майнкрафттағы кәдімгі мобтарды алсақ, мысалға зомби. Сендер ойлайсыздар, ол өте Міне, ол уже өртеніп жатыр. Көрдіңдер ме қандай? Слабак. Сенің күшің жоқ. Тфу, сен бетіңе, түсіндің бе? Және бүгін сендер осындай құбыжықтардың мықты версиясын көрсіңдер. Құбыжықтардың эволюциясы. Және ең алдымен біз жұмыртқалар алайық. Қалай бір тілесіледі, иә? Жұмыртқаларды алу керек. Сындыра салайшы. Не күтіп тұрмын мен? Болды. Жарайды, ендеше бұлай бастай салайық. Егер сендер білмесеңдер, мутанттар бұл кәдімгі Майнкрафттағы мобтар, бірақ та мықтырақ, күштірек және дәурек. Мен сендерге шын айтам. Видеоның бастар алдында мен оларды қарадым бір рет, бірақ та олардың не істей алатынын білмедім. Сендерге өте қатты таңғаласыңдар. Мен сендерге бұны айтып бере алам. Жарайды, енді біздің ең бірінші құбыжық мутант бұл зомби. Ана видеоның басындағы пайда болған зомби, енді ол зомби емес, ол лох. Қазір мен сендерге нағыз зомбиді көрсетем. Таныс болыңыздар, зомби мутант. Ой, кешіріңіздер, бұл емес, мынау. Қараңдар қандай дәу бәле. Тоқтаңдар. Қылышым қайда мен? Және достар, сендер көріп тұрғандай, бұл зомби мутант өте үлкен. Міне ол кім? Сен кім едің? Жылқымен бірдей, жылқыдан да ұзын бәле. Қараңдар қандай дәу құбыжық, құдай сақтасын. Біркен сен Майнкрафт ойнап жатсың өзіңмен, өзің болып. Және мына бәлені көріп тұрсың. Не маған қарайсың? Қызық, ол кәдімгі зомби, где-то 3 рет тұрсаң өліп қалады. Незаритой қылышпен. Ал бұл жерге жата қалды. Мен дұшыдан кейін күшім жоқ, өле. Сен жынсың ба, мен лақтырып жіберген не? Дастан қуат, көрдіңдер ме? Бұл өлмейтін құбыжық па? Сен өлмейсің ба немене? Мен сені бірнеше рет өлтіріп салдым, сен жерге жата қалдың. Жарайды, болды, қойдым, енді істемеймін. Братан, давай, кәдімгідей достар қойық. Сен мені өлтірме, мен сені өлтірмеймін. Әйтпесе сен мен күшімді білмейсің. Менің Томым көтімді айрат. Мен басымдағы Том. Так, Майнкрафт, лагать етпе. Бәрі нормально. Және келесі моб бұл скелет мутант. Дәп осындай дәу болмайды, ол өзгешелеу болады. Міне. Бұл скелет мутант емес, бұл қасқырдың сүйегі мутант. Қасқырдың сүйегі. Қандай қорқынышты бәле. Ал қазір сендер өлетін. Сендер пигленді білесіңдер ғой? Пигмен. Оның мутант версиясын көргенде сендер қатты таңғаласыңдар. Мені ол. Құдай сақтасын. Сендер оның қылышын көріп тұрсыңдар ма? Мынау алтын қылыш емес, басқаша қылыш сияқты. Жарайды, бұл негізінде зомбифет бұл. Ал енді осы мутанттардың қандай жақсы дейсіңдер ғой? Жақсы мутанттар бар, адамдарды қорғайтын. Және ол қарлы голем. Міне. Қарлы голем. Кәдімгі мағаляқтар батыр деп ойладым ғой. Және сендер көргендей, олар мутанттарға қарсы шығады және бізді қорғауға тырысады. Ятсыз. Жарайды, пиглин мутант. Олар біріне ұқсас. Сендер туысыңдар, Либо екеулерінде бір жерден шыққансыңдар ма? Хаск. Сен бі?
красавчик екенсің. Сенің класстағы ұлдарыңды. Сен пигментсің бе? Ну ладно. Так, енді мен ең сүйікті мутантым. Эндермен. Мә, көрдіңдер ме? Тоқташы, братан, түсір алыш. Жайт. Түсіргісі келмейді өзі. Фотоға түскісі келмейді. Так, мынау не бәле? Криппердің жұмыртқасы. Бейшара криппер жұмыртқасын алып кетіпті. И бұл не сонда? Жарайды, келесі мутант бұл батырушы мутант. Мен қазақша аударып айтуға тырысып отырмын. Міне, утопленник. Және менде сұрақ бар. Неге олар күнге өртенбейді? Себебі зомби және басқалар күнге өртенеді. Ал оларға бәрібір. Ну, енді мутанттарсыңдар ғой, мен түсініп. Әсіресе Эндермен аузы ашылып тұр кішкене. Жарайды, криппер мутант. Мен оны әлі көрген жоқпын, барлығымыз бірге таңғаламыз. Офигеть. Ничего себе. Сендер көріп тұрсыңдар ма, мутантты 4 аяқты. Ну да, негізінде ол мутант қой. Жарайды. Визер скелет. Ал негізінде ол әдемі көрінеді, мойындаңдаршы. Так, қазір енді мутантты көрсетпеймін, мен сендерге шошқа өрмекшіні көрсетемін. Әдемі жануар, е? Мутант пиглин. В смысле сендер төле? В смысле? Неге сендер төлесіп атсыңдар? Мынаған көмектесейік. Бірге өлтіріңдер, бірге. Жарайды. Олар жайны қалай. Кім жайнетті ойлайсыңдар? Қазір ставки жасаңдар, одан кейін видеоны соңына қарай көресіңдер. Олар мені итер жерді. Күшті, қандай жақсы адамдар. Скелет мутант. Қайда кеттің? Ол бір жаққа асық бара жатыр. Жарайды, кете бер. Қасқыр мутант. Қасқыр құбыжық, достар. Қасқыр құбыжық. Ойнап қандай сүйкімді? Мынау сүйкімді емес. Страй. Бір страй деген кісі. Мына кісі екен ғой. Мен қасқырларды жақсы көремін негізі Майнкрафттағы. Олар сондай сүйкімді жануарлар, солай емес пе? Тоқта, сонда мен барлығын 7 минутта көрсетіп тастадым ба? Вау, достар, бұл менің арнамдағы ең қысқа видео шығар. Бірақ та бұл соны емес видеоны, сенде ойланып қалмаңдар. Бұл видеода мен 2 мод көрсетейін деп ойладым. Себебі мен білдім, бір мод қысқа болатынын. Және мен басымда көріп тұрған аксолотль бұл мод. Сендер ойлағандай, кейбіреулер ойлаған шығар, бұл Майнкрафтта команда бар, басқа кез келген модты қоятын жоқ. Бұл моды. Жаттап алыңыздар осы сөз. Бұл Том. А Томнан басқа еще и наушник кие аламын мен басыма. Жынды көрінеді, солай емес пе? Және әртүрлі бас киімдер бар. Мысалға, ең күштілерін алайық. Так. Бұл модтың атауы Майнкрафт бас киім. Жарайды. Ең алдымен сендер көріп тұрған бұл наушник мен ең сүйікті бас киім. Ал енді біз ковбой бас киім киеміз. Әдемі, да? Опсидіға көрсету керек осыны, солай емес пе, е? Мен телевизормын. Мына қара түсті бас киім мен басымнан деп сияқты негізінде. Амогус. Шарик. Да. Очки. Мен очки дұрыс кибеппін ғой, менің көзім көрініп тұр ғой, жарайды. Ұмытайық, мен ешқашан очки кимеймін енді. Осы видеодан кейін Майнкрафт неге қуып жатыр? Майнкрафт осыдан шығып кет. Көтіңді айырым, осыдан шығып кет. Ёптываймы, көтіңді айырым. Так, аналар не құрмаса қозғалып отыр. Солай ғой, да? Мен Майнкрафт қуып кетіп шығып кетіп не ойласам. Жоқ. Майнкрафт құма мен түсіріп атырым. Мен түсіргенде қуайын деп бедім. Бәрі дұрыс. Қандай қызыл түсті бас киім. Майнкрафт істемейді.
достар Майнкрафт қуыптыр, кешіре көріңіздер. Мен просто видео түсірейін деп шештім. Міне мен космонавт болып кеттім, бас машинаны кидім. Сосын кеттім. Корона бас киіп. Майнкрафт, мен сені түсінемін, бірақ та мен түсіріп атқанда қуаның, бұл уже перебор. Түсінесің ма, Майнкрафт? Осыны видеоларға киім бе, қалай ойлайсыңдар? Сендерге ұнаған бас киімді айтыңдар, және сендерге ең қатты ұнаған мутантты айтыңдар. Мысалы, маған қайда кетті қалды аны? Маған ең қатты ұнаған скелет, қара болаттың. Ал оны бөліп тастапты. Не, мен артында көріп тұрғандай, оның денелерін желіп. Иә. Мен басыма Алекс дейдім. Мен басында кішкентай Алекс тұр. Жарайды, өзімнің Томымды қайтарайын. Мен басымда тұратын Том деген аксолотль. Және менде тоқтаңдаршы, мен бір видеоны аяқтар алдында сонда мына қара сүйекті кім өлтірген? Так, эндермен емес, ол оған тиіскен жоқ. Видеоның басына қарай қара түсті сүйек кіммен төбелесті ғой? Әлгі бір жігітпен, бір шошқамен төбелеседі. Жинап кетейік, тазалық. Міне оның басы жатыр, жартылай бөлініп. Жинайық шосын. Так. Достар, егер тағы да мод түсіргенді қарастыңдар, лайк басыңдар. Және егер сұрақтарың болса, опси деген кісі қайда, опси қайда десеңдер, ол дем алып жатыр. Біреу басын ұмытып кетіпті ғой. Мектепке келесіңдер, мұғалім, сендер дәптер ұмытып кетсің, мұғалім. Басыңды үйде ұмытқан жоқсың ба? Сол кездегі үйдегі менің басым. Все, минус бас. Менде бас жоқ. Ал достар, бұл видеоның соңы. Видеоны қарағандарың үшін рахмет. Лайк басыңдар, мен арама жазылыңдар. Және сендерге ең қатты ұнаған мутантты немесе бас киімді айтыңдар. Және сендермен осыға дейін болған Левиафан. Барлықтарыңа пока-пока. Чао.